Сәлем баршаңызға. Мен бүгін сіздерге көптен бері уәде еткен депрессия туралы подкастты жазғым келіп отыр. Менің өзіме депрессиядан шығуға көмектескен лайфхактар және керемет кеңестер туралы сіздермен бөліскім келіп тұр. Өйткені инстаграмға салған кезде көптеген қыздар жазды. Менің сол кездегі күйімді кешіп жатқан қыздар өте көп екен. Жалпы послеродовая депрессия деген бар нәрсе, ол состояние. Ол состояниедан көп жағдайда қыздар өтіп жатады. Кейбіреулері оңай шығып кетіп жатады, кейбіреулер сол жерде қалып кетіп өшіп қалып жатады. Кейбір адамдарда сол моментте дағы жағдайлар әсер етіп, шиеленісіп, бұзылып жатады. Сіз бұл состояниеде болсаңыз, ол бір қателік немесе өзіңізді кінәлау сіздің бір бұзылысыңыз, сіздің бір жамандығыңыз емес, ол жалпы ми тұрғысында болып жатқан процестер, энергия тұрғысында болып жатқан процесс. Мен бір эзотерикалық сондай бір емес, по факту нейропсихология тұрғысынан айтқым келеді. Өйткені миллиард ютубта, интернетте, гуглда ақпараттар бар, неше түрлі коучтар бар. Бұл туралы депрессиядан шығу керек, жақсы ойда ойлау керек, тағы да басқа неше түрлі ақпараттар бар. Мен 3-ші декреттік демалысым, оған дейін 2 декреттің кезінде де бұл состояниялардан примерно өтіп жүрдім. Енді ол кездерде ата-анам жанымда болды, ата-әжеме барып тұрамын. Ағайын тумаларының ортасында жүргеннен кейін ондай бір қатты депрессия болды деп айта алмаймын. Ал қазір мен Астана қаласына көшіп кеттім, өзіміз ғана болдық. Сондықтан бұл кезде менің үйді сағынғаным, ата-анамды, бауырларымды сағынғаным бәрі әсер еткен болар. Бір жалғыз қалып қойғандай болдым. Күйеуіме ренжідім. Ол өнер адамдары енді үйде болмайды, көбінесе халықтың қамын ойлап далада жүреді. Сондықтан мысалға обычный отбасыларда 9-дан 6-ға дейін күйеулер жұмысқа барып келеді, суббота воскресенье демалады, олар біліп отырады, 6-тан кейін қазір келетінін, демалыста келетінін. Менде ондай понятие жоқ. 3 баламда да мен солай өзім жүрдім. Ол кісілер өнер адамдарында таңертең кеткеннен сол мол кетеді. Праздник, демалыстарда елдің бәріне Қазақстан демалып жатқан кезде олар демалмайды, керісінше концерттерде жүреді, қашан келетін белгісіз. Сондықтан осы нәрседе мені өте қатты қинайтын. Сен басқа қалада тек қана сендер болған кезде, оңаша болған кезде ол өте қатты сезіледі. Осы состояниялардың бәрінен қалай шықтым, не маған әсер етті, сіздермен бөлісейін, пайдаға асып қалар. Біздің байқаусызда жайлап депрессияға кіріп кетуімізге не себептер болады? Және біз өзімізге қалай бұл жерде көмектесе аламыз? Сол туралы айтқым келеді. Ең бірінші, біздің жаймендеп байқаусызда, менің өзімнің кейсім тұрғысында айтайыншы. Жалпы менің балам емес, жалпы кішкентай сәбилер 40-нан шыққанға дейін жақсы ұйықтайды да, одан кейін ұйқысы бұзылады. Түнмен қайта оянатынымыз бар, подгузник ауыстыратынымыз бар. Яғни біздің түнгі ұйқымыз тыныш емес. Бір реттелгеннен кейін, баламыз ұйықтап қалғаннан кейін біз өзіміз үшін өмір сүргіміз келеді. Декретте солай ғой. Бала ұйықтап жатқан кезде, бәрі ұйықтап қалған кезде, наконец-то өзің үшін өмір сүре бастайсың. Бір оңаша ұйқың ашылып кетеді, шай ішкің келеді, кітаптар оқығың келеді, бір шабыттар келеді. Мен еще инстаграм жүргізіп отырам. Баламды бағып жүріп, өсіріп жүріп, өзім аналарға арналған нейропсихология, сенсорлық интеграция, моторный онтогенез бағыттарын негізге ала отырып, балаларым дамытып, ютубта, инстаграмда салып отырғандарының барлығын аналар көріп, баламның күшті нәтижелерін көріп, ерте сөйлеп жатқанын көріп, қыздар курс сұраған болатын. Мен соларға арнап курс жазып жүрдім сол кездерде. Енді балам ұйықтап қалған кезде мен түнмен отырып курс жазатын едім, шабытым. Түнде ұйықтап жатқанда ананы қосым керек, мынаны қосым керек. Түнде менде шабыт оянатын. Неге? Өйткені күндіз біз 3 баланың қамын ойлап жүрем, үйді жинап жүру керек, тамақ пісіру керек. Яғни мен полностью мамамын, мама роліндемін. И бала ұйықтаған кезде өзім үшін өмір басталып, осындай жұмысымды жасағым келіп сөйтіп, басында білінбейтін жүре бердім. Әбден біраз уақыттардан кейін жайлап маған біліне бастады. Мен раздраженный бола бастадым. Дыбыстардың бәрі әсер етеді. Шуламаңдаршы, үндемеңдерші, есікті жап, музыканы өшір. Сондай бола бастадым. Негізінде ондай емес едім. Соны жайлап замечать ете бастадым.
Жалпы мен мына нейропсихология саласындағы білімім маған осы жерде өте қатты көмектесті. Сондықтан да мен сіздермен қазір бөліскім келіп отыр, потому что маған андай эзотерический нелер көп әсер ете алмайды. Маған кәдімгі научный факт болу керек та, маған әсер ету үшін, және мен оны сізде қолдануым үшін. Маған не болып жатыр, не болып кетті, неге етіп кетті, мен білдім, менде сенсорный сбой. Жалпы аналар сенсорный сбойда жүретіні, это нормально, потому что біздің есту жүйеміз, біздің жалпы тактильный жүйеміз бәрі гиперчувствительный болып тұрады да баламен жүрген кезде, потому что біз түннің өзінде ұйықтаған кезде тып-тыныш, есімізді ауысып, кәдімгі есіміз танып ұйықтап қалмаймыз. Біз бүкіл сыбдырдың бәрін тыңдап жатамыз да, бала қауіп төніп қалмасын, бала бүркеніп жайылғын жамылып қалмасын, тұнжып қалмасын, аунап құлап кетпесін деген сияқты. Енді кез келген қауіптен балаларды қорғап жатамыз. Сондықтан біздің санамыз отключация етілмейді полностью. Ақпаратты қабылдау каналдарымыз, есту жүйеміз барлығы толыққанды отключация демалмайды. Сондықтан біздің дыбысқа деген восприятие қабылдауымыз гиперчувствительность, гиперсезім, тым жоғары сезімтал болып тұруы ол орынды. Сол кездерде сондай болып жүрміз орынды. Және ол әрине нерв жүйесіне, жүйке жүйесіне қатты әсер етеді. Тез перевозбуждаемся, тез шаршап қалатынымыз, тез дыбыстардан бәрінен переутомление болатынымыз рас. Сондықтан бізге демалыс керек, ұйқы керек. Мен өзімнің 10 қадам курсында ата-аналарға айтам, гиперчувствительный балаларды қалай тыныштандыру керек, қалай көмектесу керек гиперактивный балаларға. Сол жердегі техниканы өзіме қолдана бастадым. Соның ішінде біреуі ол сдавливающий массаж. Қыздарыма, үйдегілерге попросить ететін, болмаса өзіме былай сдавливающий массаж жасайтын, көбінесе маған балаларым жасап беретін. Мансұрды ұйықтап тастағанда қыздарым қасымда, келші үстімнен жүрші, үстіме мінші деп айтатын, басып берші деп. И сол көмектеседі. Сосын обязательно звук бәрін приглушаем, сондай өзіме жасайтын. Бірақ ол мені депрессиядан шығармады, ол мені сенсорный сбой емес, ол басқа жақтарда болды. Проблема депрессияға қайтадан оралатын болсақ, раздражительный бола бастадым, неврастения деген болады. Адам қатты шаршаған кезде, қатты уайымдаған кезде, постоянно осындай состояниеде жүрген кезде неврастения деген ауруға шалдығады. Ол егер сіз соның ортасына келсеңіз, уже все, барыңызда өзіңізді телефонның әбден қуаты өшіп қалғанша жүрмейсіз, сол бір жерге барғанда, өшіп қалайын деп жатыр, бір аз ғана процент қалды деп, бір розетка іздеп жүгіріп кетесіз, ол дәл солай өзіңізді аласыз да розеткаға тоққа тығасыз. Қалай? Мысалға, бізде после родовой уақытта обязательно анализді тексереміз. Ферритин төмен болып кеткен жоқ па, магний, B6, группа B витаминдері барлығын тексереміз. Егер сіздің бұл жақта витаминдеріңіз жетіспей жатса, міндетті түрде воспалнять етіңіз. Содан кейін таза ауаға жүруіңізді қараңыз. Таза ауа, кислород керек, потому что миға ауа жетпейді состояниеде жүретін болсаңыз, нейрондар вымирает просто. Нейрондарға ауа керек, кислород керек. Сондықтан жалпы кислородқа шықсаңыз, таза ауаға шықсаңыз, тыныс алсаңыз, сіз прям просто успокойтын. Мен үйде прям ашуланып, сондай бір состояниеде жүремін. Мансұрда тез үйде ұйықтамайды еще. Оның, во-первых, үйде ұйықтамайтыны бар. Екіншіден, менің үйдегі состоянием, раздраженный состоянием, шаршап тұрғаным бар, үйде үлгере алмай жатқаным бар, шаруа бәрі бит. Көз алдыңдағы бардакты көргенде, одан сайын саған давить етеді да. Ал далаға шығып кеткенде все, картина меняется, кислорода больше, и ты успокаиваешься, и ребенок успокаивается. Бала да тынышталады. Ал үйде менің состоянием балаға, өйткені бала анасының аурасына тікелей өмір сүреді, бірдей әсер етеді. Сондықтан сенің жаңағыдай ашуланып тұрған сондай состояние балаға да әсер етеді. Бала үйде не ұйықтамайды, не жатпайды, солай жылай береді. Егер сіздің де балаңыз сөйтіп жатса, ішкі өзіңіздің состояниеңізға үңіліп қараңыз. Сондықтан мен міндетті түрде түнімен ұйықтамай шықсам да, шаршап тұрсам да, балаға да кислород керек, маған да кислород керек. Балаға әсіресе гипоксиясы болатын болса, балаларда міндетті түрде барыңыз. Бізде гипоксия болған жоқ, бірақ дегенмен де кислород кез келген балаға керек. Сол үшін қыс болсын, минус 23 градуста мен селана далаға шығып кететін. Баламды ораймын, люлькасын, күшті коляскасына бәрін салам, жан жақтан желден қорғаймын.
өзімнің 2 литрлік термосым болды, соған ыстық шайымды құйып аламын. Үйде бәрібір таңғы асым шайымды іше алмаймын, азып тозып жаңа жүгіріп жүремін, балдарымды біреуін сабаққа шығарамын, біреуін күтіп аламын деген сияқты. Тез тамақтарымды дайындап аламын, шайымды дайындап аламын да астына салып аламын да баламды тік салып аламын и далаға шығып кетемін. И бала тып-тыныш сол жерде ұйықтайды. И бала ұйықтайды, кислород, менде все расслабление. Мен өзімді сөйтіп біраз жерге дейін ұстап алып келдім. Сосын далада шайымды ішемін, тамағымды ішемін, кітабымды оқимын, ойларымды реттеймін. Ең бірінші маған сол анализдарымды реттедім, витаминдерімді іше бастадым, ұйқымды реттеуге тырыстым, уже түнде қалмайтын болдым. Ерте жатып қалам, бала шағамды ұйықтатып, бәрінің режимін дұрыстауға тырыстым, потому что менің режимім бұзылғаннан кейін балалардың да режимі бұзыла бастады. Түгел бәріміздің режимімізді реттедім, ерте ұйықтап, лучше таңда тұрайыншы деп ояндым. Енді тағы да айтамын, 1 жасқа дейінгі балаларыңыз болатын болса, онда таңда тұрам, түнде тұрам дейтін жоқ. Тіпті кейде ешкім ұйықтамайды, таңда өзі бір ұйықтайтын болды. Мен, например, сондай кездерім болды. Балам айлық кездерінде таңға ояу жүреді, наоборот, таң атып жатқан кезде, елдер ұйқыдан тұрып жатқан кезде біз түнгі ұйқымызға жататын кездер де болды. Сондықтан мен 1 жасқа дейінгі балалар бар аналарға айтпаймын, сізге максимально ұйықтайтын возможность болды ма, тек ұйықтаңыздар. Все, басқа ештеңе керек емес сіздерге. Басқа ештеңе пландамаңыз, жоспарламаңыз, личный рост, там кітап оқу, бәрін сосын істей аласыз. Просто қазір сізге тыныштық керек, ұйқы керек. Ұйқыңызды қандырыңыз. Бардак болып жатса да кейін бар жасап аласыз. Ничего страшного. Потому что сіздің денсаулығыңыз, баланың денсаулығы бәрі өте маңызды. Ал балаңыздың ұйқысы режимі реттелді ма, 1 жасында реттелді ма, 1,5 жаста реттелді ма, содан кейін барып режимға кірісуге болады. Вот мен баламның ұйқысы реттелгеннен кейін барып, мен ерте жатқызып, оларды өзім де ерте жатып, таңда тұруды бастадым. Таңда дегенде 5 емес, 7-де тұрсам да, мысалға 6-7 тұрсам да мен үшін нормально. Кейде бір жарты сағат бұрын тұрып, әйтеуір оңаша өзіме уақыттарын алатын, асықпай завтрагымды іше алатындай мүмкіндіктер жасадым. Мен үшін ол өте маңызды. Балалармен бірге қабаттасып, бытысып тұрып, сол өмірге бүйтіп араласып, не болып, не қойған түсінбей жүргеннен, маған оңашада тұрып, тып-тыныш, шайымды ішіп отырған күшті. Депрессиядағы адамдар жаман ойлай береді. Любой бір негативный ойларды ұстап алады да, соған жабысып қалады да, соны крутить ете береді ойларында. Біз фокусты қайда қоямыз, сол өсе береді. Және де жақсы ой, жақсы күшті позитивный энергия береді, жаман ой негативный энергия береді. Жаңа былай қарайтын болсақ, ортасында энергетический воронкында, ортадан жақсы жоғары қарай біз күшті энергия аламыз да, төменде ол минусовая энергия төменге на дно тащит. Кстати, оңаша қалып, таза ауаға шығып, үйде болсын, далада болсын, кафеде болсын, қайда болса да, оңаша қалып жазыңыздар, қағазға, дәптерге жазыңыздар. Мен не қалаймын, мен қандай болғанымды қалаймын, мен болашақта өмірімді қалай жасағым келеді, мен вообще қазіргі состоянием, менің қазіргі өмірім маған қай жері ұнамай жатыр, мен дәл қазір осы бар күйіммен, осы бар жағдайыммен, осы бар финансыммен, осы дәл қазіргі мүмкіншілігімен не өзгерте алам, соған өзгерте алатыныңыздан бастап кетіңіз. Неге фокус қоямыз, сол өсе береді. Сондықтан адамның жаңа ойлауының, өмірге көзқарасының 2 түрі бар. Біреу жертва ролінде қарайды, біреу творец позициясы, роль емес, творец позициясында мен өз өмірімді қалай өзгерте алам. Жалпы Аллах тағаланың өзі, сен өзің әрекет етпейінше саған ештеңе өзгерте алмаймын деген сияқты хадистер бар. Сондықтан біз әрекет ете бастаған кезде Аллах тағала бізге көмектесіп, бізді суырға кетеді жақсы жаққа қарай. Сондықтан жақсы ой ойлап, жақсы әрекетке ұмтылған сайын біздің алдымыздан жақсы жолдар ашылады. Енді нейропсихология тұрғысынан айтатын болсақ, негативный ойда болғанда, біз негативный нәрсеге зациклены болған кезде біздің миымыз жақсы бақыт гормондарын бөле алмайды. Ол химические вещества мидан бөлінетін. Сосын біз шаршатып, ұйықтамай, өзімізді зорықтырып жіберген кезде миымыз жақсы бақыт гормондарын синтездей алмай қалады. Ол кезде біз ашуланғанда, біз шаршап тұрғанда, біз раздраженный болып тұрғанда не бөлінеді? Әрине, гормон стресса, кортизол бөлінеді. Кортизолымыздың көп болғандығынан біздің гормондарымыз, бақыт гормондарымыз вообще жоқ болып кетеді. Сондықтан біздің организміміз бақыт гормонын бөле алмай жатыр ма? 4 бақыт гормоны бар. Сол 4 гормонды біздің өзі бөле алмай жатыр ма миымыз? Значит, біз вручную уже кірісеміз.
дофамин, окситоцин, эндорфин және серотонин. Осы 4 бақыт гормонын біз өзіміз оны бөлінуіне әрекеттер жасауымыз керек. Өміріміздің бір апта осыған жұмыстаныңызшы, сіз уж автоматически соған үйреніп кетесіз. Осы 4 гормонның бізде синтезделуіне өзіміз атсалысып көмектесеміз. Мысалға, дофамин гормоны ол жетістік гормоны деп айтады, мотивация гормоны. Біз қандай да бір нәрсені жоспарлап, соны бітірген кезде қуанамыз ғой, мінекей. Осы кезде біз дофамин гормонын сезінеміз, сол дофамин гормоны бөлінеді екен. Декретте сіз бүгін жақсы дәмді түскі ас пісіргім келеді, немесе кешкі ас пісіргім келеді, баламды далаға шығарғым келеді, өзім йогамен айналысқым келеді, например, бүгін бір растяжка жасап, зарядка жасауым керек еді өзім үшін деген сияқты бір 3 жоспарды қойдыңыз. Болды, көп қоймаңыз. Егер сіз қазір депрессияда жүрсеңіз, бірдеңе сондай бір шаршап жүрген болатын болсаңыз, көп нәрсені қойып, оны жасай алмай, оны көрген кезде миыңыздың өзі қорқып, прокрастинация жасап, ондай қиын нәрселер жасамыз. Элементарный нәрсе, просто даже үй жинаған кезде де, сондай кезде үйдің іші бардак болып кетеді. Әрбір ана бәрін жинап бітірем деп, оны жинағыңыз келмей, ми қарсыласады, өзіңіз шаршап жатасыз, ол үстісіне үйіле береді. Сол кезде тағы да бір лайфхакты осы жерге қыстыра кетейін. Зонаға бөліңіз. Бүгін мен тек қана ванной комнатаны жинаймын. Болды. Сол тек қана ванной комнатаны жақсылап күштеп жинап шығыңыз. Все, соның өзі сізге дофамин бөледі. Жаңағыдай кешкі асты пісірем, дәмді баламмен далаға шығып келем и растяжкамды жасаймын. Болды. Осы 3 нәрсені жасадыңыз, сізде дофамин гормоны бөлінеді. Сөйтіп аз-аздан өзіңізге көмектесіп отырсаңыздар. Одан кейінгі гормон серотонин гормоны. Серотонин гормон 2 в 1 ет. Далаға шығып келдіңіз, күннің көзінен серотонинді алуға болады. Ұйқыңыз дұрыс болған кезде, жалпы таза ауаға шыққан кезде күн сәулесінен серотонинді бөледі. Кстати, осы серотонин гормоны күннің көзінен көбірек, күннің көзіне далаға шыққан кезде серотонин гормоны жақсы бөлінеді, және осы серотонин гормоны түнгі гормон, ұйқы гормоны мелатонинге ауысады екен. Яғни күндіз біз күнге жүрсек, түнгі ұйқымызды да реттейміз, иә. Сондықтан жаңа далаға шығып келіп серотонинді алдыңыз, далаға шығып келдім, соны жасадым. Тіпті өйткені мен білемін, депрессия кезінде адам жата бергісі келеді, тіпті өз-өзін жұлып далаға шығара алмай жатады. Соның өзі қиын, ауыр, жалпы постельге жатып қалса адам денесін көтеріп, өз-өзін көтеріп, бір әрекет етіп, үйден шығып деген нәрсенің өзі адамға қиын болып кетеді. Алла сақтасын, әрине. Оны қазір сондай кезден, сондай күйден кешкен адамдар түсінетін шығар. Өзіңізге прям желкеңізден сүйреп далаға шығарыңыз. Сол кезде дофамин да бөліп, серотонин да бөліп келесіз. Дұрыс қозғалыс, күнделікті спорт, жаттығулар, дұрыс тамақтану, дәмді өзіңізге ұнайтын астарды да жасап жегеніңіздің барлығы осы бақыт гормондарының бөлінуіне көмектеседі. Одан кейін окситоцин гормоны, ол махаббат гормоны деп аталады. Ол жолдасыңызбен құшақтасқан кезде, жақын адамдарыңызбен құшақтасқан кезде, олармен жылы жақсы сөздер айтып сөйлескен кезде, кішкентай бауырыңыздағы бөпеңізді құшақтап сүйген кезде ол окситоцин. Енді декретте анада окситоцинмен проблема болмайтын шығар, үнемі баласын құшақтап иіскеп сүйіп жүреді. Мен жаман анамын, мен сондаймын деп кетуден аулақ болыңыз. Просто ол сіздің состояниеңіз, сонда мидыңызда сондай гормондар бөлінбей жатыр, нервный жүйке жүйеңіздің шаршаған переутомлениясында болып жатыр. Ол сіздің сондай состояниеңіз, ол сіздің ішкі әлеміңіз, жан дүниеңіз, сезімдеріңіз бүлініп кеткен жоқ. Сіз дәл солай балаңызды жақсы көресіз, дәл солай балаңыз үшін жақсылық тілейсіз. Бұл тек сіздің жүйке жүйеңізге осындай көмек керек болып жатыр. Сондықтан жаңағыдай сезімдер сезген кезде өзіңізді жеуден сақ болыңыз. Эндорфин, ол қуаныш гормоны. Иә, қуаныш гормоны. Өзіңізге қуаныш сыйлайтын іспен айналысыңыз. Тағы да айтамын, сондай депрессия состояниесінде, егер глубокий депрессияға түсіп кеткен болса, егер бәрі раздражает болса, элементарно біздер дүкенге барып помада сатып алғанның өзіне қуанып, крем сатып алған, гель для душа сатып алғанның өзіне қуаныш сезіне беретін әйел адамдарымыз ғой біздер. Сақина алып келсең, бір украшение сатып алсаң, бірақ сондай кездерде сен ештеңе әдемі киінгің келмейді, шашыңды жуғың келмейді, макияж жасағың келмейді, ештеңе істегің келмей қалады. Сондықтан бұл лайфхактар, барып шопинг сетіп кел, бір нәрсе, бұл жерде не действует. Бірақ қуаныш сыйлайтын істермен айналыс деген кезде бұл жерде уже механически көмектесу керек. Прям жаттығу, спортпен айналысыңыз. Спорт қан айналысын жақсартады, энергияны алмастырады, состояниесін
дененің состояниесі, мына ішкі состояние дейміз ғой, мидағыда мына дененің состояниесін өзгерткен кезде, кішкене қан айналым болған кезде басқаша сезімдер ояна бастайды. Душқа түсіңіз, тәтті иіспен жуынып, күшті қылып шашыңызды тараңыз, спортпен айналысыңыз. Мінекей осы механический жақтарын жасап алған кезде тұзды суға түсіңіз дегім келеді. Кәдімгі магниевый соль сондайды алып, тұзды суға түсіп жатып, кәдімгі өзіңіздің тұз бейнені аластап, өзіңіз жаман энергетикалардың бәрін түсіріп тастап, осындаймен айналысыңыз. Сосын барып жайлап қуаныш сыйлайтын нәрселерді өміріңізге мәжбүрлі түрде енгізіңіз. Биге барыңыз деп мәжбүрлі түрде айтамын. Любой би, кімге қандай ұнайды? Хип-хоп ұнай ма, high heels ұнай ма, восточный танцы ұнай ма, латинский танцы ұнай ма, жоқ народный танцы ұнай ма, бәрібір биге барыңызшы. Би миды перестройка жасайды. Ана жерде денеңіз қимылдайды, миыңыз жаттығулардың жаттайды. Мына музыканы, бидің қимылдарын қарап есіңізге түсіріп жасап жатқан кезде сіздің миыңыздағы мынау негативный ой бәрі тоқтап қалады, ол временно тоқтап қалады. Сіздің оған әліңіз келмейді, ана жерде биді ойлап кетесіз, музыка перестройка жасайды да түгел. Бірақ биге барыңызшы, хотя бы бір айына, хотя бы просто пробныйына барып көріңізші. Би кез келген психологтан 1000 есе күшті жұмыс жасайды. Вот отвечаю, барып келіңіз, сосын кім биге барып, өзімен осындай состояниеден алып шықты, маған міндетті түрде комментарий қалдырып кетіңіздер. Немесе инстаграмға шығыңыздар, мен сіздерге қуанып қалатын боламын. Және бір ғана адамға осы видеом пайда қасса, онда менің бұл еңбегім ақталды деген сөз. Механикалық түрде көмектесеміз, сосын барып уже мидың өзі синтездей бастайды. Уже сіз әдемі киінгіңіз келе бастайды, уже дүкенге барып келгіңіз келеді, уже бір жақсы жерге барып келгіңіз келеді. Үйде жатпаңыз, үйде жатып қалмаңыз, шығып кетіңіз. Сіз просто паркке барыңыз, просто набережкеде судың жағасында жүріп қайтасыз ба. Сосын өзіңізге жақсы сөз айтыңыз, аффирмациялар, жақсы сөздер айта бастаңыз. Кез келген сөз адамға немесе ем болады, исцелять етеді, немесе яд болады. Ол болып, наоборот, отравлять етеді. Сондықтан дұрыс сөз айтыңыз өзіне. Мен шаршап жатырмын, мен бүйтпеймін, мен сондаймын, мен қолымнан ештеңе келмейді. Ми соны алады, сол сөзді считывать етеді, программалайды және соны притягивает етеді. Сондай нәрселерге сізге жасап береді. Сондай жағдайда. Сондықтан жақсы сөз айтыңыз. Қолыңыздан келмей жатса да, сенбей жатсаңыз да, мен мықтымын, мен алып шығамын, мен ертең осындай, мен күштімін, мен өзіме ризамын, благодарность, жазасыз ба, сызасыз ба, айтасыз ба, тыңдайсыз ба. Аффирмация просто айта алмай жатсаңыз, дауысын жазыңыз да тыңдап алыңыз. Немесе қолыңыздан келмей жатса, просто аффирмацияны тығасыз да, наушникті тыңдайсыз да, паркте жүресіз. Вот. Бірінші спорт, екінші таза ауа, үшінші дыхательная гимнастика. Тыныс алу, ол мына миымызда біздің энергетический блок бар. Неге біздің жаңағы состояниемізден шығуға, өзіміз денемізді көтеріп алып шығуға әліміз келмей жатыр? Өйткені энергетический блок деген бар. Ми 3 бөліктен тұрады, блоктан тұрады. Сол бір блогы энергетический блок. Сол энергетический блок бізде слабый болса, біз өзіміз көтеріп өмірге құлшынатын осындай энергияларды шығара алмай жатады организм. Сондықтан энергетический блокты толтыратын, жұмыс жасататын, ол біріншіден қозғалыс, жүгір, спортпен айналыс, йогамен айналыс, содан кейін барып дыхание, кәдімгі отырамыз, таза ауамен терең демаламыз, мұрнымызбен демаламыз, деп ауа шығарамыз. Осындай жаттығуларды, дыхательный гимнастикаларды жасаңыз, терең демалыңыз, бірнеше қайталаңыз. Сосын мен сізге тағы бір нәрсені айтайыншы, мен сол кездерде ешқандай бимен айналысқым келген жоқ, ешқандай спортпен айналысқым келген жоқ. Просто денеме салмақ түсіріп қиналатын нәрселерді, әрекеттерді жасағым келген жоқ. Просто бүйтіп жүре аламын, болды, все. Вот сондай состояние болды менің денемде. После родов, да, әлі прям өз-өзімді жеңе алмадым. Сол кезде маған көмектескен арома йога деген болды. Александра, мен тәлімгерім, сол кезде барған, сол кісіге өте қатты ризамын. Александра арома йога, яғни әртүрлі ароматтарды, эфирный маслаларды ескетіп, жаңағыдай өзіңе бір запрос қоясың, сосын просто тренировка, жай ғана созылу, керілу, растяжка болды. Салмақ түсірмеймін, созылып, керіліп, иіскеп, ароматты сөйтіп, оказывается, эфирный маслалар жүйке жүйені тыныштандырады екен. Тоже перестановка жасайды, жаңа нейронды байланыстар түзеді.
осы ғана мені алып шықса дейді. Сосын барып мен өзім әлденіп алғасын, қуат жинағасын барып, уже биге барып, спортқа барып, силовой тренировкаларды қоса бастадым. Өзімізге негативный ойға тыйым саламыз. Қолыңызға резинка тағып жүрсеңіз болады, кәдімгі ақшаны қыстыратын резинканы. Егер сіз бір күнде жаман ой ойлап, негативный бір нәрсе жасап жатсаңыз, бірден резинканы тартып өзіңізге сигнал беріңіз. Ойламаймын. Фокус, все, перестановка, фокус. Мен өзіме фокус деген сөзді жаттап алдым миыма. Сәл сондай бір нәрсе кетіп баратса, негативный ойлар, мен Гүлфия фокус деймін. Все, қайтадан жинап аламын өзімді. Прям өз-өзіме механикалық түрде солай көмектесіп отырдым. Растяжка. Таңертең ұйқыдан тұрған кезде кәдімгі аяғыңызды созып, керіліп, жасап жаттығу жасайсыз ғой. Мостикке тұрып, арқаңызды, кеудеңізді, иықтарыңызды бәрін айналдырып, созып, сол растяжка таңертең энергетический блокты запускать етеді. Энергиямен толтырады. Ал кешкісін жатар алдында жасасаңыз, ол расслабляет, нервный системаны расслабляет. Сондықтан растяжканы міндетті түрде өміріңізге енгізіңіз. Күніге 2 рет жасап отырыңыз, ұйқыдан тұрғанда және ұйықтар алдында. Міндетті түрде жасаңыз, нервный системаңызды бір ретке келтіре аласыз. Және де витаминдеріңізді ішіп жүрген ұмытпаңыздар, магнийді. Біз жаңа айтып жатырмыз ғой, миымызды өзгертумен айналысайық, жаман ойды тоқтатайық, аффирмация тыңдайық, өзімізге жақсы сөздерді қайталайық деп, осы нәрселердің бәрін жасап келген кезде жатып алып тек соларды жасап, айтып, тыңдап жата беруге болмайды. Егер сіз физикалық қозғалысты қоспасаңыз, мысалға сіз сол депрессивный состояниеңізді, неврастения халінде жаман ойларыңызбен жатқан кезде, сіздің состояние тела дейді ғой, сол күйде тұрды, иә. Сіз миыңызды өзгертіп жатырсыз, бірақ состояние теланы өзгертпедіңіз ба? Онда жақсы эффект болмайды. Миыңызбен жұмыс жасаватса, онда состояние теламен, физикалық денеңізбен де жұмыс жасайсыз. Айтып тұрғандай, жүруден бастаңыз, растяжкадан бастаңыз, жүгіру, силовой тренировкалар қиын болып жатыр ма? Растяжка және арома маслалар. Үйде кез келген арома масланы алып келсеңіз болады, расслабляющий. Дотер майлары бар. Аптекадан майларды аласыз ба, расслабляющий, эфирный маслаларды. Соны қолданып көріңіз, өте күшті көмектеседі. Сіздің үйіңіздің ішіндегі кез келген сізді негативит етіп тұрған, триггерит етіп тұрған нәрселерді алып тастаймыз, немесе адамдарды. Егер сіз бір адамның қасында сондай состояниеде тұрған болсаңыз, онда бір аптаға 10 күнге басқа жер ауыстырыңыз, атмосфераны ауыстырыңыз, демалып келіңіз. Ешкіммен айқайласпаңыз, ешкіммен ұрыспаңыз, просто мен демалып келуім керек, мен өзіме көмектесуім керек, мен сондай состояниеде тұрмын. Сөйлессеңіз, бәрімен тіл. Бұны айтып жатқаным, қыздар әртүрлі жазады, ата-енемен, қайын жұртымен, или күйеумен, или тағы басқа біреулермен осындай состояниеде жүріп жатыр. Біз неге сондай состояниеде жүрген кезде балаларымыз жиі ауырады, балаларымыз капризный болып кетеді, біз балаларға срываемся. Кстати, осыны айта кетейінші. Балалар біздің ауырымызда өмір сүреді. Біз өзімізге ұнамайтын жерде, ұнамайтын адамдардың қасында жүрген кезде бізде гормон кортизол өте көп бөлінеді. Жаңағы бақыт гормондары активный чат болады. Балалар оның барын сезеді, балалар капризный бола бастайды, балалар ауырады, балалар ұйықтамай қояды. И біз соларға срываемся. Замкнутый круг, қайтадан чувство вины, қайтадан түсіп кетеміз, қайтадан солай. Сондықтан бұл состоянияға жан-жақтан көмектесеміз. Жолдасыңызбен сөйлесіп айтып қараңыз, маған демалып келу керек болып тұр, маған кішкене орын ауыстыру керек болып тұр. Қалай сіз көмектесе аласыз өзіңізге дәл моментте? Сосын сөйлесіңіз, құрбыңызбен, жолдасыңызбен, кімге сіз ашылып сөйлесе аласыз, сөйлесіңіз. Маған осы состояниеде жүргенімде зомби сияқты болып кетесіз, ешкімге айтпайсың, ешкімге сөйлеспейсің. Менің бір өзімнің айта алатын жақын туысқандарым 1-2 адам бар, және 1-2 құрбым бар. Болды, мен бұл состояниемді, өзім басымда не болып жатқанын ешкімге айта бермеймін. Сол жақын құрбым маған өзімнің сестрам, онымен сырласып айтқан кезде ол маған рухани жағынан өте көп көмектесті. Айтпақшы, рухани жағынан демекші, бізді кез келген состояниеден алып шығатын ол Аллах. Сондықтан дұғаларды тоқтатпаңыз.
жаңағы болып жатқан жаман негативный ойлар, жаман нәрселер барлығы аузубиллахтан. Сондықтан сіз дұғаңызды үзбеңіз, зікіріңізді үзбеңіз, жақсы тілегіңізді үзбеңіз, өзіңіз үшін, отбасыңыз үшін, балаларыңыз үшін үзбеңіз, жақсы тілегіңізді жазыңыз, айтыңыз, тыңдаңыз, құран қосып қойыңыз үйге, одан кейін тұзды суға түсіңіз, одан кейін маған сондай состояниеда сенің басың жасамай жүре ма, бір істеп жүрген нәрсеңді істемей қаласың, айтып жүрген нәрсеңді айтпай қаласың, сондай болып қалады. Сол кезде маған жаңағы сестрам рухани әңгімелерді көп айтатын, картинкалар жібереді, зікірлерді айтады, осыны айт, жаса дейді. Сосын мен просто зомби сияқты, олар айтады, мен жасаймын, айтады, мен жайлап сөйтіп күш алдым десем болады. Содан кейін жаңағы құрбым, Қытайда тұратын Алия, сонымен сөйлесем, соны айтамын, қыз, сен бәрін таста да маған кел дейді. Мен жоқ, мен келе алмаймын, балам еміземін, мен қалай тастап кетемін, мен баламды мына жаққа тастап кеткенде мен ана жақта демалмаймын, мен уайымдап боламын, мына жақта не ішіп жатыр, не қойып жатыр, қалай қарап жатыр, кім не істеп жатыр. Онда балаңды ал да кел дейді. Сосын жарайды деймін, қолымда ақшам бар, бірақ билет алмаймын, жүре берем, білмеймін, соза берем, мама күнде соғады, сөйлеседі, мен жағдайымды тыңдайды. Гүлфия, сен билет алдың ба? Күнде қақсап, кәдімгідей бүйтіп отырып осылай билетті алғызды. Мен даже билет ала берсем де, алынып тұрса да, иә деймін де, бірақ чемодан дайындамаймын, бір қуанып жүрген жоқпын, кететініне, шетелге барамын деп, құрбымды көптен көрмейін, көремін деп. Чемодан жинамаймын, кәдімгі ұшуға тек аз ғана уақыт қалғанда мен сатырлап чемодан деп бүйтіп жанталасып чемодан жинаймын. Сондай автопилотпен просто кетіп қаламын. И самолетта отырғанда мен ғана осознавать етемін, кетіп бара жатқанымды, ұшып бара жатқанымды. Мен зомби сияқты сол жерде жұмысым жасап, үйім тірлігім, бүйтіп жүре бергенмін да. Сосын ана жаққа бардым, все, картина, все меняется, бүкіл рисунок көз алдымда өзгереді, құрбымды көремін, сырласам, сөйлесем. Все, маған сол терапия жетті. Мен ана жақтан келгеннен кейін вообще басқа адам болып келдім. Просто маған сол өзгеріс керек болды, құрбым керек болды. Онымен сөйлескен әңгіме, ол маған бір терапия ретінде, ол психолог ретінде, және оның жолдасы, оған да үлкен рахмет Берік. Тоже күшті сөйлесіп, кеңестерін айтып, маған екеуі мені жаңа Гүлфия қылып қайтарып жіберді, елме келгеннен кейін бар да, сен жаңа мынандай істе айтып жіберді. Иә деп келгеннен кейін биге жазылдым, өйтіп все, мен басқаша өмір сүремін, мен олай жасамаймын, өзім не істеп жүрмін мен деп. Содан кейін барып мен өзім түсіндім. Негізі мен ойлап қалмаңыздар, бұрыннан бері солай өмір сүріп сөйткен жоқ. Мен өмірде постоянно в развитии, постоянно бір нәрсе оқып жүремін, ізденіп жүремін. Активный сондай болдым да. Мынандай состояниеға мен бірінші рет түстім. Сөйтіп өзіме көмектесіп, Аллахтың қалауымен әрине барлығы осындай әрекеттерді, кішігірім әрекеттерді жасау арқылы өзіме көмектесе алдым. Сондықтан жаңағы айтып жатқан кішкентай өзіңізге ұнағандардың бәрін түртіп жазып алыңыз да, соны жасаңыз. Жасамасаңыз просто ары қарай төменге жаңағыдай спиральмен вакуум сияқты алып кете береді. Қажет емес. Жалпы қарап отырсаңыз, өмір ғажап. Біз бәрін өзіміз қиындатып аламыз екен. Бірақ біз ойымызбен өмірімізді жаңағыдай қолымыздан келмей жатыр ғой. Депрессия состояниесінде, ол депрессия дегеніміз жаңағы бір өзіміз что-то придумали, соны жаман ойды ойлап алып, сонымен сөйтіп жүрік деген нәрсе емес. Ол ми тұрғысынан, ол мына нейропсихология тұрғысынан айтатын болсам, ми адамға гормондарды бөліп тұрады. Жаңағы бақыт гормоны, мынау гормон деген сияқты. И біздің өзіміздің ішкі желаниемыздан жасағымыз келетінен, тұрғымыз келетінен, оның барлығы іштен жаңағы мидың вырабатывать еткен нейромедиаторлардың арқасында жүзеге асыратын сондай бір процесс қой жүріп жататын. Сол жерде сбой болатын болса, ұйықтамадың, шаршадың, дұрыс тамақтанбадың, ауға шықпадың, физикалық қозғалыс жоқ, қан айналым жоқ, лимфа застой, витамин жетіспейді, организм когда вообще на нуле, мысалы телефон батарейкасы өшіп қалса өшіп қалады ғой. Сол сияқты сіздің батарейкаңыз өшіп қалған кезде, даже батарейка өшейін деп жаңа памяті толып кеткен кезде қуады ғой телефон. Сол сияқты сіз сондай состояниеде тұрған кезде сіздің сондай басыңыз жасамай, не істеп не қойғанын білмей, бір зомби болып кетіп жатқаныңыз ол рас. Сондықтан біз өзімізді қуаттаймыз.
біз өзімізді қуаттаймыз. Қалай қуаттаймыз? Витамин ішеміз, тамақтанамыз, жаңағы айтқан нәрселердің бәрін жасаймыз. Біз өзімізді пустой, ішінде дым жоқ стакан болса ішпейміз ғой біз оны, сол сияқты. Мына стакан, пустой стаканды толтырамыз ғой. Энергиямен, витаминмен, бәрімен, гормондарыңызбен қажетті барлық ингредиенттермен толтырасыз, сонда ғана біз өмірге басқаша қараймыз. Ал ол іші пустой ма? Олай болмайды. Олай ауырып қалу өте жеңіл, иммунитет түсіп кету өте жеңіл. Сондықтан менің бүгінгі айтқан лайфхактарым сіздерге пайдаға асты деп ойлаймын, және осындай сияқты күшті тақырыптарды мен мамскопта қыздарыма жиі айтып тұрамын. 10 қадам деген балалар дамыту, 0 айдан бастап балалар дамытуға арналған курсында аналар, көбінесе аналар біреулер күшті болып айтқан советті жасап балаларын дамытып әкетіп жатады, результат көріп жатады. Кейбір аналар қалып кетіп жатады. Жасай алмай жатырмын, отложил, білмеймін, сөйтіп жүрмін, сосын мен суырып алып шығарамын. Неге жасым, не болып жатыр, депрессия, и жайлап отырып кеңесімді айтамын ол қыздарға, сөйтіп жайлап көмектесіп жатамын. Енді барлық анаға бірдей, каждыйсына жеке бүйтіп көмектесіп отыратындай мүмкіндік бола бермейді. Сондықтан мен мамскопты жасадым, және барлық аналардың басынан өтіп жатқан жағдайларды, мына менің 10 қадамға дейінгі 3000-нан аса аналармен жұмыс жасадым. Осы аналардың барлығының басынан өткен запростарының бәріне не керек болып жатыр? Баласымен проблема болып жатыр, біреуінде подросткпен проблема болып жатыр, біреуінде күйеуімен, біреуінде өзімен, біреуінде бала дамытумен, кез келген нәрселердің тақырыптарға өз тарапымнан білетін жауаптарымды, лайфхактарымды, техникаларды барлығын осы мамскопта жаймендеп айтып бастадым. Сатылмайды, бұл 10 қадам қатысушыларына, аналарға берілетін менің осындай бір игі ісім, бонусым деп білем. Өйткені менің де бір пайдам тиісінше деп. Ал сонымен қатар өзімнің де осы оқырмандарымды дамытқым келмейді. Соның ішіндегі бір тақырыпты бүгін сіздермен бөлісіп жатырмын. Пайдаларыңызға жарасын деген, пайдаларыңызға жарайды деген үміттемін. Егер ақпарат пайдалы болса, подкаст ұнаса, пікір қалдырып, подписка жасап, және өздеріңіздің құрбыларыңызға осы пайдалы болады деген достарыңызға жіберіп тұрсаңыздар болады. Мен жаңа оқырмандарыма өте қуанатын боламын, және сіздерге әлі де күшті тақырыптармен келетін боламын. Сау болыңыздар.